Ауыл шаруашылығы саласында механизаторлар өте тапшы. Жұмыс қалай, жалпы қиын емес пе? Бұлай қиын емес. Неше норма істейсің, соған төлейді. 200 мың үстінен бе, жоқ әлде барлығы? Жоқ. Үстінен гектарлар отдельно. Кісер жетпейді, жастар керек. Жұмыс современный ғой. Үлкен тракторлерде 500-520 мың теңге қолға. Жол жүрем бүгін, тағы да бүгін жол жүрем. Ел жаққа барам, жүрегім елде белжірер. Ауылдың суы, ауылдың нуы аңсатты. Күйбен тірліктің, дүрбен шулары шаршатты. Ауыл шаруашылығы саласында мамандар жетіспейді, соның ішінде механизаторлар өте тапшы. Мен қазір Батыс Қазақстан облысындағы агро құрылымдардың біріндемін. Бұл егістік алқабы, бұл жерде міне комбайн қазір арпа жинап жүр, ал мына бетінде трактор жерді жыртып жүр. Қазір механизаторлармен сөйлесіп, олардың еңбек шарттары жөнінде сұрап білемін. Ауылға барам, бәрі туыс ел жақта. Аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазар. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Жұмыс қалай жүріп жатыр? Қазір немен айналысып жатырсыз мұнда? Қазір мына комбайн артынан влага закрываем біздер. Чтоб влага кетпесін деп, мына БДТ-мен борны дейді ғой. Дисковый борны дейді. Бұл жерде арпа ма, бидай ма, не болып тұр жерде? Бұл жерде арна болды. Арпа болды. Қашан жабылып бітті бұл? Вот, кеше жүрді, мен оның артынан жүрем. Бірден арта? Да, артынан жүре берем. Жыртылып? Мына аяттары дәндер тапсайды да, мына шөбін мен шауып етіп, ертең одан ет болады. Удобрение болады. Сол. Таңайтқыш. Жұмыс қалай, жалпы қиын емес пе? Бұлай қиын емес. Жұмыс бұлай. Былтырда мен уже бір жыл болады. Мына биыл августтың 28-і августтың бір жыл болады. Мында істеп жүрім. Бұлай қыста да зарплат жүріп атады. Қыста мында бір жұмадан бір жұма етіп дежурить етеміз. Негізгі жұмыста жазда, осы? Да, жазда етсем. Қыста да жұмыс. Жұмыс дегенде охрана ғой. Күзетеміз. Осы агро құрылымда? Да, мында үйде жатамыз, етіп, техниканы қараймыз. Зарплат ежемесячно төлеп тұрады. Қанша аласыз? 200 мың береді. Қолма-қол ақша? Қолма-қол, қалай круглый год береді. Қыста да хоть жұмыс бар ма, жоқ па, оны бере береді. Сосын мұнда если поледа уже гектармен уже. Нормамен, неше норма істейсің, соған төлейді. 200 мың үстінен бе, жоқ әлде барлығы? Жоқ. Үстінен гектарлар отдельно. 200 мың жүре береді, оның гектардың үстіне тағы қосылады, үстен ақы жақсы болған. Үстінен уже тағы қосыла береді. А мына 200 мың ол круглый год жүріп тұрады. Ай сайын. Тағын не қандай техника айдайсыз? Бәрін комбайнда, кейс дейтін бар, кейсті айдайын. Енді мұнда бәріне біреу алып қалса, біреу нетсе, біреу үйге сұранады. Сол, чтоб болмасын, ана отырғызады. Жастар осындай жұмысқа келмей жатыр, не себепті білесіз? Қолайсыз ба, жоқ әлде ауылға келгісі келмей ма жастар? Ой, ауылға келгісі келмейді сияқты. Бәрі бір ай сөйтсе, бір ай демалады, соған жастар көбі сондайға кетеді. А былай мына қожалыққа, мына крестьянский хозяйстволарға андайға көп етпес қазір. Бәрі вақтыға барып кетеді деп. Бірақ енді ауылға келіп осындай жұмыс жасаса, жалақы да жаман емес, қолайлы жағдайда бар ғой, бар. Келген адамдарға, жастарға. Бар. Қазірде бір новый тракторлар жаңағы көрсетіп жатырмыз ғой, ют алды, кейстерді алды.
ауыр техникаларды алдық. Кісілер жетті, бір сменадан тек қана істеп жатыр, екінші сменщиктер жетпей тұр. Жастарды шақырып жатырмыз. Қандай мамандарға жетсек қазір? Механизатор, трактор, біздің тракторлар бәрі современный, компьютермен істейді, спутникмен істейді. Жаңағы көрсетілдер новый тракторлар биыл алғанда, бүкіл новый трактор. Бір кесте қана сол жеке алдық, бушный. Қалған бәрі новый. Агрегаттарды алдық, кісілер жетпей тұр, жастар керек. Жұмыс современный ғой, сол жаңадан сол бәрі компьютермен істеліп жатыр. Жұмыс қолайлылығы қалай? Қандай жағдайлары бар жұмысшыға? Қазір мына тракторде орташа қолына кішкентай тракторлар маңдайлар орташа істейді 450-420 қолына алады. Официально бәрі аппақпен, налогтар бәрі төленген, пенсионный бәрі. Үлкен тракторларда 500-520 мың теңге қолға. Так что жастар келе беріңдер, күтеміз, условия бар, выходнойлар бар, бос уақыт болғанда. Жұмыс орны жетеді? Жұмыс орны жетеді, тамағы мол. Современный ертең құда қаласа, мына 200 жылда бүкіл қазір кім кіреді ғой, енді сол алдымызда сол 200 жылдың ішінде агрокомп салып бітіргенде сол кісілер уже мұнда үйреніп, уже постоянныға жұмысқа кетіп қалады. Ол кезде уже қосымша 500 адам болу керек, ол кезде? Иә. Оның ішінде механизатор да бар, басқасы да бар, жаңағы товарлар, жаңағыдай. Қазір де сол істеп жатыр, бірақ келеседе сол айттым ғой жаңа 500 адамнан бастап сол бүкіл комплексі жұмыс істейді. Қазір бізде где-то 30-32 адам тек қана кормопроизводство тракторларда істейді. Сол жетпей тұр. Агроқұрылым жетекшілерінің айтуынша механизаторларға штат әрдайым бар. Оларға қолайлы жағдай әрдайым жасалады дейді. Сондықтан жастар ауылға келіп, ауыл шаруашылығын дамытса екен деген тілегі бар. Мендегі ақпарат әзірге осы. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақтан. Аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазар. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа.